Қайырлы күн. Бүгін американский печенье дайындаймыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды, қантымызды салып, қантымыз ерігенше араластырамыз. Үстіне 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне ванилин және қопсытқыш салып, біріктіріп араластырамыз. Ұн електен өтуі тиіс. Араластырып, қоймалжың массы болуы тиіс. Қоймалжың массымызды пищевая пленкаге орап, 1 сағатқа морозилкаге қоямыз. Жұмыс істеуге ыңғайлы болу үшін 1 сағаттан кейін қамырымызды алып, 50 граммнан әрқайсысын бөліп аламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіріп аламыз. Печеньеміз дайын. Ас болсын, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.